Мен оралдым. Сіздерге Шыңғыс хан тарихын айтатын болам. Міне, ол деген мынандай кітаптар жазылған. Мен бұның бәрін аударып, сіздерге осыған видео түсіретін болам. Баяғы видеоларды да түсіремін. Ал сіздерге түсінікті болсын деп мен мынандай параққа аударып алғам. 2 бет бұл. Аудармамды не істесеңіздер, аударма үшін көп уақыт құрту керек болды. Сондықтан да бағалаңыздар, лайктарыңыздар және подписка. Ал бірінші бөлімнен бастайық. Ол деген достар, Шыңғыс ханның өзінен басталмайды. Оның ата-анасының өмірінен басталады. Мен ол деген бірінші бөлім деген. Ал бастаймыз. Шыңғыс ханның ата-анасы да көшпелі болған біз сияқты. Ойолун деген анасы бар Шыңғыс ханның, және Челеду деген әкесі бар. Ал бастайық. Көш кетіп бара жатыр. Ойолун тұттарының артында отыр. Кешке қарай Челеду оған кешкі ас дайындауды бұйырды. Ол көп жұмыс істеу керек болды достар. Тамақ дайындау, киім тігу, күйеуіне атты дайындау. Ол осыған қарамастан ешқашан көңілі түспеді. Челеду де оған ешқашан дұрысқан емес. Сондықтан ол оған риза болатын. Сөйтіп, келесі күні Ойол мен Челеду кешке қарай от жағып отқанда бір атты адам келеді. Челеду шошып кетіп, оқтарын атайын атқанда оның ешқандай шабуыл жасағысы келіп атқан не істемейді. Біледі. Сөйтіп, ол екеуі әңгімелесіп отырады. Әлгі адамның аты Есугей екен. Басына қызыл дулыға киіп алған сондай жауынгер болады. Ол Ойолун деген әдемі қызы болғанда соған ғашық болып қалады. Сөйтіп, мынау сұлу қыз кім дейді. Егер сенің қарындасың болса, мен сенің күйеу балаң болуға дайынмын дейді. Сөйтіп, Челеду ашуланып кетеді. Оның аты Ойолун, менің қалыңдығым дейді. Ол менің қалыңдығым дейді. Қалыңдығың деп ашуланып кетеді. Ананың үйіне кіреді Ойолун. Егер ол бізге қылыш көтеретін болса, сен жесір болып қаласың дейді. Сөйтіп, жаңағы адам кетіп қалады. Сөйтіп, жаңағы Челеду ішінен сен қарақсатсың дейді. Сен бұл тайпаны білесің бе дейді Ойолун. Олар да забияктар табу қиын. Олар забияк деген тайпа болған. Олар аспаннан түскен адамдар сияқты тұра бір дейді. Бұл қалай деп сұрайды. Тайпаның тарихы мынандай болған. Баргужун Тукума деген хан өмір сүрген. Оның Баргужун Гова деген қызы болған екен да секөнді болған. Олардың соған Харитуматтардың патшасы Хариулта Мерген үйленген екен. Олардың Алангова деген қызы туылған ғой. Сол Алангова кейін Алангова есейген соң Добун Мергенаға үйленеді. Домун біраз уақыт өткен соң қайтыс болып кетеді. Жас әйелді 2 баласымен қалдырып кетеді. Сөйтіп,
осыдан бастап ғажайыптар бола бастайды. Алангова 3 бала туыпты қатарынан. Бұл қалай деп Аланговадан сұрайды екен. Сонда Алангова түн болғаннан кейін киіз үйге ай сәулесі түсіп, адам бейнесіне айналады депті. Содан балалар шығады деп айтқан екен. Мұндай ғажайыптар менің ойымша мүмкін емес нәрсе ғой достар. Бірақ өмірде бәрі мүмкін. Осылай әңгімесін Чиледі бітіріп, далаға қарап отыр екен. Осымен бітті бірінші бөліміміз. Бұл Шыңғыс ханның өмірі. Келесі жолы достар, мен Есугейдің өмірі туралы айтам. Жаңағы Оюлунға ғашық болған адамның өмірі туралы. Оның не істеген туралы кетіп қалғаннан кейін. Сау болыңыздар.